Сәлем, қалдарыңыз қалай? Ең алдымен маған тіркеліп етіңіз, әрине мен қатты қуанатын боламын. Бүгінгі менің таңым әдеміні мектепке апарумен басталды. Ол ең алғашқы рет бүгін мектепке 1-ші сыныпқа дайындыққа кетіп бара жатыр. Мектепке барсақ, сонымен ешкім жоқ, өзіміз ғана отырып жан-жақты көріп, мектептің ішін көрсетіп қайттым. Үйге келдік та, сонымен абысыным шайға шақырған. Бәріміз шулап шайға шықтық. Балалар қуанып кетті, ура баратын болдық. Ойнайтын болдық деп, сонымен бәріміз зып беріп шықтық та кеттік. Айда біз әдемі екеуміз әңгімелесіп, бірге осылай жүрдік, анан айтып, мынаны айтып. Әдемі де бізде мыжып сөйлей береді ғой. Мені түсірші деп. Мына жерде түрім деген әбіржіп кеткен, шашым бір жақта, өзім бір жақта, сонымен күнге көзімді ашамай ол келе жатырмын. Көркем мені түсіріп алыпты, ана бір ауылдағы кемпірлер сияқты қолымда пакет, зарядка, 4 телефон. Күннен көзімді аша алмай әйтеу келе жатырмын. Жолдан балалар, көрші балаларды кездестірді, әйтеу Көркем Сардайдың артына отырды. Әйтеу бір көшеден бір көшеге жету үшін біз комедия, балалардың айғай-шуымен әйтеу әзер жетеміз. Төртеуі төрт жаққа айғайлап. Содан біз үйге келдік. Үйге келгеннен кейін отырмыз. Әдем маған жабысып, анан айтады, мынаны айтады. Мына жерде екеуі Көркемнен ұрыс естіп отыр, түк болмағандай. Қазір детский разборка тыңдаңыздар. Немене деп? Екеуіне жыным деп отыр ма? Нұрслан да шығып күтіп отырсам екен. Кәусарды барып Кәусар шақырды да, одан кейін Нұрслан мен үшеу шықты да, одан Нұрслан бүйтіп айтады ғой. Нұрслан, сен олардан нең бар деп сөйтіп айтты да. Одан кейін екеуміз жыныстап, одан кейін жүрдік, одан әдемі Нұралия бүйтіп айтады. Тез жүріп, әдем әпкені артқа қалдырып кетейік деп айтты. Бұлардың күнделікті осындай разборкалар бітпейді. Әрбір үйде бар шығар, я? Сіздерде бар, я? Сонымен пока.